біздің джемперімізді тігетін матамыз, яғни кофточкамызға арналған маталар дәл осындай екі түрлі матадан тігуге болады. Біріншісі бізде вязка. Бұл матадан 2 метр, екіншісі бізде трикотаж, осындай неде. Лапша, бархатный основада деп аталады, өте жұмсақ мата, мынау да өте жұмсақ мата. Каждыйынан 2 метрден алсаңыз, сізге иншаллах артығымен жететін болады. Мына трикотаж вязкамыз біздің осындай созылады. Бұл жерде де кромка, долевая нить деген нәрселер болады. Және пішілу жолында кішкене ерекшелік бар, және обработкасында да оны әлі де түсіндіретін боламын. Енді бізге өзіміздің немізді сызылу жолы. Сызылу жолы бұл бізде оверсайз болады. Бұл иншаллах барлық размерлерге 50-52 размерге дейін баратын өлшемдер болады. Ең бірінші біз артқы бойдан бастайтын боламыз. Яғни артқы бой мен алдыңғы бой бізде бірдей болады. Тек қана мойын ойындысында кішкене ерекшеліктер болады. Сол ерекшеліктерді көрсетіп беремін. Ең бірінші біз мына жақта орта сызық, түзу сызық жүргіземіз. Бұл жерде бізде бүкпе, яғни згиб бар. Згибіміз. Осы мына бір ұзындығымызды түсірдік, және осыдан не қыламыз? Оңға қарай перпендикуляр 90 градуста тоже көмекші сызығымызды түсіріп аламыз. Енді мен масштабный линейкамен түсіретін боламын. Сіздер кәдімгідей калька, плакат, ватман дегенге сызып алатын болсаңыз, дәл осы сызбамен свитшотта тігуіңізге болады, кофтада тігуіңізге болады, ұзын көйлекте тігуіңізге болады. Үшін дәл осы размермен бәрін тігуге болады. Енді мына бір нүктеден масштабный линейка мен 4-1 айтып кеттім ғой. Осы точкадан жоғарыға қарай мен 9 сантиметр аламын. Бұны даже сіз матаның үстіне де дәл осылай сыза берсеңіз болады. Енді астыңғы бойға мына бүрден төменгі жаққа қарай 4 сантиметр. Мына бір сызықты осылай доғал сызықпен қосамыз. Бұл бізде 4 сантиметр. Енді осы 4 сантиметрден төмен қарай 5 сантиметр түсіреміз. Және мына бір 9 деген бөліммен қосқан кезде мына жер бізде 5. Яғни бұлай сызылғанда бұл бізде артқы бой, бұлай сызылған кезде бұл бізде алдыңғы бой болады. Мынаны дұрыстап әдемілеп бүйтіп доғал сызықпен қосамыз. Бұл біздің мойын ойындымыз. Енді мына бір жерден мына точкамыздан бұлай қарай 40 сантиметр өлшеп аламыз. 40 сантиметр менде мына жерге түседі. Мына 40. Мына жерден мына жаққа дейін 40 сантиметр. Осы 40 сантиметрімізден төмен қарай 6 сантиметр түсіреміз. Осы түсірген 6 сантиметрімізбен мына бір 9 сантиметр деген екі нүктені бір-біріне қосамыз. Мінекей қостым. Мына жер бізде 6 сантиметр. Осы 6 сантиметрден төмен қарай түзу сызықпен біз 23 сантиметр түсіретін боламыз. 23 сантиметрмен деп андам. Мінекей мына жақ бізде 23. Енді осы 23-тен солға қарай біз 4 сантиметр. Бұл стандартты өлшеме, оверсайз киімдерге арналған. Мына жеріміз 4 сантиметр. Осы жерден біз төмен қарай түсіреміз. Перпендикуляр. Мына жағымыз 90 градус болу керек, тіктөрт бұрышты. Мына жақтан бұлай сызық түсіреміз, және осы жерден міне 6 сантиметр болады ғой. Мына жер мен мына жер 6 сантиметр. Енді мына нүкте мен мына нүктені тоже доғал сызықпен от руки дәл осылай қосатын боламыз. Енді біздің джемперіміздің ұзындығы қандай болады? Сіз өзіңіздің мойныңыздан, яғни мына бір нүктеңіз бар ғой, осы жерден өзіңізге ұнайтын ұзындықты белгілеп аласыз. Қай жердің ұзындығы сізге ұнайды? Например, мен өзім өлшеп қараған кезде маған 65 сантиметрлік ұзындық ұнады да, міне 65 сантиметр деп бұлай есептеймін. Және осы жерді
Бұлайынан бізде 65. Мынадан, мына нүктеден төмен қарай, мына бір нүктеден төмен қарай. Мына жақтан есептеп жүрмеңіз, мына жақта бізде не бар? Мойын ойындыларымыз бар ғой. Мынау иығымыздың ең түйіскен нүктесі. Мойнымызбен иық түйіскен нүктеден төмен қарай 65 сантиметр өлшейсіз. Егер сіз ұзынырақ қаласаңыз, немесе қысқарақ қаласаңыз, онда өзіңіздің қалауыңызға қарай өзгертіп отырасыз де. Енді мына бір сызған сызығымызды былай қарай қосамыз. Мінекей біздің алдыңғы бойымызда, артқы бойымызда дайын. Біз бұны матада қалай пішетін боламыз? Ең бірінші матаға сразу қиып алып, бірінші артқы бойыңызды түсіріп аласыз да қиып аласыз. Одан кейін дәл сол артқы бойды түсіресіз де, мына жақтан жай ғана 5 сантиметр төмен түсіріп, мына жерден доғал сызықпен қиып аласыз. Қазір пішу жолын көрсетемін, иншаллах пішетін кезде. Енді алдыңғы бойымыз бен артқы бойымыз бар. Бізге енді жеңіміз бен манжетіміз қажет болады. Жең мен манжет. Жеңіміз бізде опущенный рукав қой, оверсайз болғаннан кейін. Тоже көмекші сызықтарымызды түсіреміз. Төмен қарай бір сызық, оңға қарай бір сызық. Енді осы нүктемізден былай қарай мен 44 сантиметр түсіремін. Мына жер менде 44. Мына нүктеден төмен қарай мен 40 сантиметр түсіретін боламын. Мінекей 40. Енді осының барлығын осындай 4 бұрыш етіп қосамыз. Мінекей мына жер 40, мына жер 44. 44 осының біз ортасын табамыз. Мына жерден 44-тің ортасы менде 22 сантиметр. Мына жақтан да астынан да 22 сантиметр. 22. Так. Мына жақта түсірем. 22 сантиметр түсірдік. Енді мына нүктемізден төмен қарай 4 сантиметр түсіреміз. Және мына нүктемізден төмен қарай 4 сантиметр түсіреміз. Осы белгіленген 4 сантиметрлермен мына бір нүктеден, міне, қараңыз. Мына жер бізде примерно 10 сантиметрден өлшеп аламыз. Мына жақ 5, мына жақ 5. Осы 5 сантиметрге дейінгі жерді дәл осылай плавный сызығымызбен қосатын боламыз. Бұл біздің посадкамыз әдемі тұру үшін жеңіміз. Енді мына астыңғы жақта ортасын белгілеп алдық қой. Осы жерде біз 30 сантиметр түсіру керекпіз. 30 сантиметр болу үшін мына жерден былай қарай 15, былай қарай 15 болады. Сонда біздің астыңғы бөлігіміз ровненько 30 сантиметр болады. Мына жақта 15, мына жақта 15, сонда общий 30 сантиметр. Енді осының барлығын мына екі сызықты бір-біріне қосамыз. Мынау біздің жеңіміз. Осы жеңімізді мен қазір осының барлығын калькаға сызып, лекаласын шығарып, сосын барып матаға қиып көрсететін боламын. Смотрите, дәл осыны істедік. Енді бізге манжетіміз қажет болады. Манжет бізде тоже тік төртбұрыштан тұрады. Также көмекші сызықтар сызып аламыз. Жай ғана бір төртбұрыш болады. Екі детальдан жасаймыз. Қазір детальдардың санын айтамын. Мына жерден оңға қарай мен 19 сантиметр белгілеймін. Ал төмен қарай 15 сантиметр. Мінекей 15 және 19 сантиметр. Бұлай көрсете салайын сіздерге. Қисық болмау үшін. Мына жағымыз 19, мына жағымыз 15. Мына жер бізде екі бүктелген болады. Сонда біздің дайын манжетіміздің түрі 7,5 сантиметр болады. Бізде мына бір деталіміз 2 штук болады. Мына деталіміз 2 штук болады. То есть 2 жеңіміз ғой біздің. Сосын артқы бой. Мынау артқы бой ғой. Артқы бойдан бір деталь. Давай жаз қойын. Артқы бой. Және алдыңғы бойдан бір деталь. Перед спинка деп аталады ғой. Енді осының барлығын біз матамызда пішетін боламыз.
Біз енді пішетін боламыз. Пішу үшін мен бірінші өзімнің лекалымды дайындап алдым. Сізбен қидық қой, барлығын сызып дайындап алдық, е. Ол бізде, смотрите, мінекей, мен бір деталь осылай дайындадым, және де қалған мынау менің жеңім, мынау манжетам да. Мен осының барлығын калькаға түсіріп алдым. Мінекей, мынау жеңі, мынау манжетіміз, және де мынау менің алдыңғы бойым мен артқы бойым. Қазір біз алдыңғы бой мен артқы бойды пішетін боламыз. Міне, мынау біздің вязка матамыз, қараңыз. Бұл жерде бізде ұзындық болады, е. Ұзындық бар екенін ұмытпаймыз. Қараңыз. Мынау біздің кромкамыз, мынау ені. Матаның ені болады. Ені жағынан созылады, ал ұзындық жағынан ондай қатты созылмайды. Кромка всегда мына бір матаның шетіндегі несі жалбыраған жағы болады. Сол бізде ұзындығы, долевая нить деген тоже осы. Енді матамыздың біз несін алды мен артын белгілеп аламыз. Міне, қараңыз, мынау вафли деген трикотажка, мынау менде астары, ал мынау алды беті матаның. Енді осы матамызды орналастырамыз. Көріп отырмын сіздерге. Қараңыз. Матамыздың бүгілген жағы мына жақ шетіне түседі. Кромкамыз мына жаққа түседі. Бізге мына бір жерімізді түзулеу керек болады. Және матамыздың расходы көп кетпейтіндей етіп белгілеу керек. Экономить етеміз. Мінекей. Біздің матамыз орналастырдым. Енді лекаламыз. Лекаланы, мінекей, дәл осылай тұрады. Даже видите, менде мына жерде артық қалып тұрды. Осы артық қалғанның барлығын прям дәлдеп, чтобы көп мата кетпеу үшін, осының барлығын белгілеп алу керек болады. Так, мінекей. Лекаламды орналастырдым. Көрдіңіз бе, мені тура осылай болу керек. Мында тігіске қалдырмаймыз. Сразу қиятын боламыз. Мені лекаламды алдым. Енді осыны инелеймін. Ине бар менде. Инемізді қоямыз. Лекаламызды мына жақ басынан түйістіріп, прям қағазымызды матаға инелеп шығамыз. Бұл не үшін? Бұл біздің лекаламыз пішу барысында жылжып кетпеуі үшін. Мінекей, дайындап алдым, көрінбейді. Ладно, потерпите енді. Лекалым тұр, дәл осылай қазір пішіп шығамын. Мына жақта мен алдыңғы бойым мен артқы бойым бар екенін ұмытпаймыз. Ұзындығы менде 65 сантиметр болып тұр, но мен о жаққа плюс еще 5 сантиметр қосып алатын боламын. Не үшін? Чтобы белгілейміз, қай ұзындық ұнайды, короче, сол ұзындықты алып қалатындай. Бисмилlah.
бойымызды алып тастаймыз. Бізге пока керек емес. Енді алдыңғы бойда, смотрите, осы лекалада біз дәл осылай 5 сантиметр түсірдік қой. Артқы бойды пішіп болғаннан кейін мынаны қиып алып тастаймыз. Или екі деталь жасап алыңыз просто. Алдыңғы бойды бөлек, артқы бойды бөлек, сол кезде сақтап жүресіз и қиып болмайды. Мен бұны сразу матаға пішетін болғандықтан, мен бұндай лекалаларды дайындамаймын. Сразу матаға сызып, сол жақтан пішіп аламын. Ал сіз егер жасап алам десеңіз, дайындап қойсаңыз болады, и сонымен спокойно жұмыс істей бересіз. Енді алдыңғы бойымызды пішетін боламыз. Тура бағанағыдай матамызды түзулейміз. Мінекей. Келтіріп алдық. Енді немізді орналастырамыз. Лекалымыз. Бері жылжайық. Біздері көріну үшін. Лекалымызды инелейміз. Міне біздің алдыңғы бойымыз полностью дайын болды. Лекалымызды алып тастаймыз. Алдыңғы бойымыз. Енді бізге екі деталь жеңмен екі деталь не қажет болады? Манжета. Міне біздің бүктелген жеріміз. Не видно? Бүктелген жеріміз. Міне біздің лекалымыз. Осы лекалымызды дәл осылай қоямыз, инемен бекітеміз және қиып шығамыз. Енді манжеталарымыз. Манжетаны қараңыз, бір ерекшелік бар. Бізде бұл мата мына ұзындығымен қатты созылмайды, бірақ енімен жақсырақ созылады. Манжетамыздың қолымызда ашып салып ыңғайлы болу үшін, міне кіргізіп шығару үшін осы енінен пішкен дұрыс. Енінен пішеміз, яғни міне созылатын жағы. Бұны экономдауға тырысамыз. Міне біздің матамыз. Мінекей. Біздің лекалымыз. Міне астыңғы жағына орналастырамыз осылай. Тоже ешқандай припусксыз қазір инемен бекітіп аламыз. Және қиямыз. Біздің манжеттеріміз ол бізде былайынан болады және былай тұрады. Мен көрдіңіз, созылған кезде, чтобы удобно болу үшін. Красота. Так, бізге мына обработкалардың барлығын жасап бастамастан бұрын ең бірінші мына мойын ойындыларымыз бар ғой, арқасында және алдыңғы бойымызда осыны 3 сантиметрге углублять етіп алу керек. Ол не үшін? Ол біздің, смотрите,
Бұл жерде біз немен манжетамен обработка жасайтын боламыз ғой. Сол манжетіміз слишком кішкентай болып қалмау үшін осылай обработка жасап аламыз. 3 сантиметрге кішірейтіп аламыз. Одан кейін уже жұмыс істейтін боламыз. Міне, бұл мен инем борым ақ болғаннан кейін маған көрінбейді. Сол себепті мен өстіп инемен белгілеп алып жатырмын және осылай қиып аламын. Мына менде артқы бой. Бұл жерде байқау керек та, мына бір неміз трикотажымыз созылып кетпеу керек. Созылып кететін болса, уже посадкамыз дұрыс емес болады. Енді мына жерде мен бұлайынан қиып алып тастаймын. Одан кейін не деді? Алдыңғы бойда тоже самое. Мына артқы бойымыз. Мына біздің алдыңғы бойымыз. Смотрите. Иығынан бастап, мына бір-біріне келу керек. Бүкіл неміз. Дәл осылай келіп тұрады, потом мінекей. 3 сантиметр деген жердің барлығына осылай отметка жасап аламыз. Міне мен осылай белгілеп алдым. Дәл осы жерде біздің горловинамыз түсетін болады. Мен сіздерге стандартты түрді не істедім ғой, үйреттім ғой, жаңағы сызылу жолын. Сіз әрбір бұйымда дәл осылай бұйымыңызға байланысты горловинаңызды кішірейтіп, немесе үлкейтіп, немесе сол күйі қалдыруыңызға болады. Енді мен алдыңғы бойым осыны белгіленген нүктелердің бойынша ақырындап қиып алып тастаймыз. Бізде дәл осындай ширинадағы аптачка мына жаққа түсетін болады. Сол кезде прям ровненько болады иншаллах. Мінекей, артқы бойымыздан, алдыңғы бойымыздан 3 сантиметрден алып тастадық. Енді қараңыз, мына біздің алдыңғы бойымыз матамыздың астарыда, то есть это изнанка. Осы жерде созылуы мүмкін деген жердің барлығына бізге укрепление жасау керек болады. Мен бұл укрепленияны дәл осындай нити прошивная нить по долевой деп аталады. Осымен жасайтын болам. Яғни үтікпен қоямын да мына жақ бөліктің барлығын тура осылай әдемілеп үтіктеп шығамын. Бұл біздің болашақта киімді киген кезде созылып кетпеу үшін және өзінің формасын горловинамыз жақсы ұстап тұру үшін. Яғни мойын ойындымыз. Дәл осыны мен мойын ойындысына, иықтарына және де қолтық ойындысына істейтін боламын. Так, үтіктеуге келдік. Қараңыз, мен бірінші мойын ойындысынан бастаймын. Мойын ойындысы бізде тура осылай мата өз несімен жату керек. Ешқай жерде созылмайды, ешқай жер мыжылмайды, бүктелмейді, дәл осылай жататын болады. Және міне өлшеп алайын. Маған қанша қажет екенін. Жақта тігілген шов бар екен. Так, брать. Енді қараңыз, мен примерно белгілеп алдым ғой. Енді осыны үтіктейтін боламын. Тура недегі сияқты осындай матаның көмегімен. Бұл менде не үшін? Бұл менің үтігімнің сапасы нашар болғаны үшін, чтобы менің бұйымым үтіктің кірін өзіне ұстап қалмау үшін. Бұл долевая нить болғаннан кейін дәл осылай айналдырып үтіктей бергенде ешқандай несі болмайды. Әдемі болып шығады.
тура өзінің жатқан жатысымен осылай үтіктеп шығамыз. Мінекей үтіктедік. Сонда міне бұлай созған кезде сіздің уже трикотажыңыз қатты болады. И неге тігу барысында созылып, горловинаңыз, мойын ойындыңыз, иықтарыңыз ешқандай жер жан жаққа кетіп қалмайды. Бұның орнына не пайдалануға болады? Бұның орнына қарапайым нелер болады? Дублериндер болады. Сол дублеринді по долевой дейді. Мысалы, долевой дегеніміз қалай? Міне матамыз тұратын болса, жаңағы дублеринді тура осылай 45 градустық өлшемді аласыз да, мына жерден былай тұрады. И мынау бізде долевой болып саналады да, осы жерден кішкентай осы 2 сантиметрлік линияларды кесіп, бір-біріне жалғап алсаңыз болады да, дәл осылай отырғызып шықсаңыз болады. Ал мен болсам өзіме жеңіл жолын тура осыны пайдаланатын боламын. Біз осыны жаңағы артқы бойымыздың мойын ойындысына және неге қолтық ойындымызға және иық тігістерімізге жасайтын боламыз. Тағы бір үтіктеп шықтым. Наверняка артық жерлерін кесу керек екен. Жырта салайын десем. Так. Қазір қалған барлығын үтіктеп болғаннан кейін иншаллах көрсететін боламын. Одан кейін уже тігуге көшеміз. Сонымен смотрите, біз алдыңғы бойымыздың мойын ойындысын, иық тігісін, қолтық ойындысын обработка жасадық. Одан кейін біздің артқы бойымыздың иық тігісі, мойын ойындысы және қолтық ойындысын жасадық. Одан кейін біздің жеңіміз, осы жеңіміздің иық тігістеріне дәл осы обработканы жасап шықтық. Смотрите, мына жақ қаттырақ созылатын болса, мына жақта уже натижение жоқ. Бұл сіздің бұйымыңыздың көбірек өмір сүруіне әсерін тигізеді. Бұл обработканы жасамай қоюға болады, егер де сіз вязка матасынан емес, осындай лапша трикотаждан тігетін болсаңыз. Лапша трикотаждың біз тек иық тігісін ғана осылай обработка жасайтын боламыз, и то силиконовый лентамен. Ал қалған жерлерін үйтіп нитипрошивной ниткамен, лентамен обработка жасап қажет емес, өйткені ол өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Енді біз сізбен дәл қазір иық тігістерді қосатын боламыз. Оны қалай істейміз? Мынау біздің артқы бойымыз. Артқы бой. Мынау алдыңғы бой. Осы екеуін иық тігістерін, мынау мен матамның беті, мынау астары, бетіне қаратамыз. Екі иық тігісті бір-біріне келтіреміз. Бір-біріне келтіріп, осылай инелеп аламыз. Мінекей иық тігістерімізді екі жақ шетінен бір-біріне осылай не істеп алдым, бекітіп алдым. Енді бізге осы жерді силиконовая лентамен обработка жасау керек болады. Силиконовая лента дегеніміз мынандай штучка. Қараңыз, бұл трикотаж бұйымдардың осы иық тігістерінде пайдаланады. Көйлек болсын, кофта болсын, джемпер болсын, любой нәрсенің осындай немен обработка жасайды, чтобы мына бір біздің иық тігісіміз киген кезде созылып кетпеу үшін. Бұл бізде қай жаққа қарап тұрады? Трикотажный лентамыз біздің бұйымның артқы бойында тұрады. Себебі біз мына тігісті
артқа қарай үтіктеген кезде мына бір силикон арт жақта үтіктелген жақта қалуы үшін. Бұны қалай жасайтынымызды мен көрсететін боламын. Яғни оверлокпен тігеміз ғой бұл бұйымды. Егер вязкадан тігетін болсаңыз, міндетті түрде оверлокпен тігу қажет болады. Егер трикотаждан неден двухнитка либо лапшадан тігетін болсаңыз, қарапайым түзу тігіспен де жүргізіп шығуға болады. Плюс еще зигзаг тігіспен де тігуге болады. Міне былай орнатамын. Мына тігісім, получается, менің ненің астында кету керек болады. Оверлоктың тігісінің астында, қазір тігу барысында сізге түсінікті болады. Именно осы жерді иық тігістерін ғана дәл осы немен силиконовый лентамен обработка жасайтын боламыз. Ал қалған жерлерінде ондай болмайды. Енді бізге иық тігістерін қосу керек болады. Ол үшін мінекей силиконовый лентамызды пайдаланатын боламыз. Енді не істейміз? Мынау бізде арқасы, артқы бой. Осы артқы бойдың иық тігісіне осы силиконымызды орналастырамыз. Мына бас жағына 1-2 сантиметрдей артық алып қалыңыз. Артығын иншаллах қиып алып тастайтын боламыз. Лапкамызды көтереміз. Орналастырдық. Енді тігісімізді жүргіземіз. Так, смотрите, иық тігістеріміз дайын болды. Міне біздің силиконымыз шетінде тұр. Өте әдемі болып шықты. Енді осыны үтікпен артқы бойға қарай әдемілеп үтіктейміз. Мына силиконымыз мына иыққа қарап тұру керек. Яғни мына бір тігісіміз бізде артына қарай жатады. Сонда мынандай жұмыс шығады. По-моему, четко. Екінші жағы. Тоже силикон көріп тұрсыз ба? Өте әдемі болып шығады. Смотрите, мынандай тігістер шығу керек болады. Міне силиконға қарай үтіктедім. Енді иншаллах мойын ойындысының аптачкасын орналастыратын боламыз. Бұл жерде айтатын нәрселер өте көп. Сіздермен қазір нені? Коэффициент растяжимости дейді. Әр матаның өзінің созылу коэффициенті болады. Соны үйренетін боламыз. Соны қалай есептеуге болатыны туралы. Сол кезде сізге иншаллах бүкіл свитшот болсын, қандай кофта болсын, любой нәрсенің мойын ойындысын есептеген кезде ешқандай қиындықсыз солай жасай беруіңізге болады. Иық тігісін істеп болғаннан кейін бізге иншаллах осының мойын ойындысын обработка жасап алу керек болады, потому что бұл ең удобный моменттердің бірі. Одан кейін уже жеңін және манжеттердің орнатып бастаған кезде уже қиындап бастайды. Сол себепті біз қазір осы мойын ойындымызды мына иық тігіске келтіреміз. Мына жерді бүктеп қоямыз және екінші жақ шетімізді дәл солай орналастырамыз. Мінекей біздің мойын ойындымыз. Енді осыны өлшеу керек боламыз. Бүктелген күйі тұрады. Отыз 35 сантиметр болып шықты менде. 35 сантиметріміз бізде коэффициент растяжимости деген нәрсені айтқан болатын сізге. Бұл нәрсе өте маңызды нәрселердің бірі. Смотрите, менде 35 сантиметр болып шықты. Коэффициент растяжимости деген кейде болады осыны 35-ті көбейтеді 0,7-ге, немесе 35 сантиметрді көбейтеді 0,9-ға. Бұл не? Бұл біздің неміз.
жаңағы мынау коэффициент растяжимости деп аталады. Осыны әр матаға әртүрлі болады. Но мен сізге қазір примерно қалай есептейтінін түсіндіретін боламын. Смотрите, мынау біздің матамызды. Так, кішірегін алайын. Мынау біздің матамыз. Міне мынау қаттырақ созылатын жағы и мынау ұзындығы да. Осы жерде біз нені косая бейк, жаңағы манжетамызды мойын ойындысын по косой қиятын боламыз. Косой дегеніміз былайынан жүреді. Бізге дәл қазір осының созылу коэффициентін анықтау керек болады. Например, смотрите, мынаның дайын ұзындығы бізде 19 сантиметр. Мына біздің манжетіміз ғой. Жазып аламыз 19 сантиметр. Енді осының бас жағын басып тұрасыз да, мына матаңызды тартасыз. 19, мында менде 23. Созылуы 23 болды. Енді осы 19-ды бөлеміз 23-ке. Калькулятор тауып алайын. Так, 19 бөлу 23. 0,8 болады. Сонда бұл матаның коэффициент растяжимости 0,8 болып табылады. Яғни 19-ды бөлеміз 23-ке. Сонда бізде шығып тұр 0,82 бірдеңе еді. Мысалға, бізде бұл не болады? Округленно 0,8 деп аламыз. Сонда қайтып есептейміз. 35 сантиметрімізді көбейтеміз 0,8-ге. 0,8 көбейту 35 равно 28 сантиметр. 28 сантиметр бүктелген күйінде, яғни біз осы немізді манжетамызды не істейміз? 28 сантиметр плюс 1 сантиметр тігіз. Сонда не болады? Біздің манжетамыз мойын ойындымызға дәл осындай ұзын 4 бұрыш қажет болады. Мына жер сгиб, сгиб, мынау яғни бүктелген жері. Көрініп тұр ғой? Мына бүктелген жері, мына ұзындық бізде 28 сантиметр болады, плюс 1 сантиметр сіз неге тігіске беретін боласыз. Дайын күйінде біздің неміз манжетамыз 3 сантиметр болу керек. Ені да, яғни мына бүктеледі, мына жер 3, мына жер 3 болу керек дайын күйінде. Сонда біз 7 сантиметр етіп аламыз да, 1 сантиметр бізге тігіске кетеді, 3 сантиметр бүктелген күйінде 3 болады, сонда 7-де 28 сантиметрлік осындай квадратик жасайтын боламыз. Оны біз по косой будем кроить. Міне, қараңыз, косой дегеніміз не? Матаңыз міне. Ұзын матаңыз болады. Осы матаның былайынан жүрген жағы косой деп аталады. Осы жақта прям өлшейсіз де, мына жақта былайынан бүктейсіз. Осы жерден ені 27 және ұзындығы, ені 7, ұзындығы 28 сантиметрлік квадрат алып шығасыз. Сонда бізді жаңағы неміз дайын болады. Аптачка горловины. Соны дайындағаннан кейін, иншаллах, не істейміз? Отырғызатын боламыз. И ВТО істеген кезде де өте удобно болады. Сонымен қазір соны крайтет алып келемін. Менің аптачкам дайын болды. Мен 1 сантиметрлік қашықтықта по косой көрдіңіз бе? Біздің матамыз былай жату керек негізінде. Мен по косой 90 градустық неде, 45 градуста осылай алып шықтым. Енді иншаллах осыны бетіне қаратамыз да, дәл осылай и тігісті жүргіземіз. Шатастырып алмау керек, главное. Міне, бетіне қараттым, мына жақтан тігіс жүргізем. Так, мінекей, смотрите, жаңағыны бір-біріне қостым. Мына припусктарды екі жақ шетке қараттым. Бетіне бүйтіп бүктейміз. Мына жерде утолщение болмау үшін енді осыны екіге бүктеп, дәл осылай үтіктеп шығамыз. Тура ортасын табамыз. Ортасын тапқаннан кейін осындай етіп бір-біріне қаратып үтіктейміз. Үтіктеп болғаннан кейін припосадка жасайтын боламыз, иншаллах. Припосадка дегеніміз не? Бұл біздің жаңағы мойын ойындымыздың орналасатын жеріне дәл осындай етіп, мына бір манжетамызды, горловинамызды, яғни
домалақ формасын келтіру. Доңғалақ дейміз бе? Бұл бізде мына бір неміз, аптачкамыз осындай не формада, жаңағы по косой дейміз ғой, көлденеңнен алғандықтан кез келген форманы жеңіл қабылдайды. Және осы қабылдаған формасын дұрыстап келтіріп алу үшін бізге үтік керек болады. Мінекей қараңыз, мен астыңғы жақтарын кішкене созыңқырап, және мына жақ шеттерін міне волны болып тұр ғой. Осы шеттерді қазір үтіктейтін боламын. Үтіктеу үшін опять же мына матамды пайдаланамын. Қараңыз, үтіктеген кезде мына шетінен бастап ортасына қарай үтіктейміз. Пармен қатты баспаймыз. Бізге жай ғана бұған форма келтіру керек. Сол кезде біздің горловинамыз идеальный болып шығады иншалла. Мінекей көрдіңіз бе? Алдыңғы жағы уже прям суперский болып шығып жатыр. Ол үшін сізге осындай кабанчик болатын болса, вообще идеально болады. Егер болмайтын болса, просто бір нені матаны или бірдеңені бүйтіп клубок қылдырып орайсыз да, осындай бір қатты плотный қылдырып орап пакетке салып, сосын не істеп аласыз? Бетіне мата қойып, осылай домалақтап, осындай форма келтіріп, осылай істесеңіз болады. Енді шеттен бастап ортаға қарай үтіктейміз. Бұл жаңағы вязка, любой кашкарсе, любой матамен жұмыс істеген кездегі құпиялардың бірі. Именно осы горловина мойын ойыншысына байланысты. Мінекей көрдіңіз бе? Идеально болып шығады. Мына бір сәл волны беріп тұрған жері солай тұрады пока. Біз бірінші қазір осы немізді, горловинамызды немізге, бұйымымызға отырғызамыз. Содан кейін барып тігісті жүргіземіз. Тігіс жүргізгеннен кейін барып тағы да бір контрольны үтік жасаймыз. Давайте енді бұйымға осы мойын ойындысына отырғызатын боламыз. Қараңыз, менде тігіс бір жақ шетіне ғана орналасқан. Бұл тігісті мен осы иығының бір жақ бөлігіне орналастыратын боламын. Немесе артқы жағын орналастыруға болады. Мен мұнда тігісті тігіске келдіріп, осы жерге орнататын боламын. Міне кетті. Енді қараңыз. Дәл осы горловинаның тура ортасын табу керек болады. Ол үшін мына жақты созып ұстайсыз, және дәл осылай келтіріп, мына жақта бізде мына жер тура ортасы болып табылады. Тура ортасы. Енді келесі иығымызға осы жерді қоямыз да инемен бекітеміз. Мына жақ шеттерде тоже самый. Біздің мынау бұйымымыз, аптачкамыз біздің немізден бұйымның алдыңғы бойларынан, артқы бойларынан кішкентай болып келеді, потому что біз мына жақтыққа при посадка беретін боламыз. Мынаны кішкене созамыз. Ол үшін ортасын тауып алу керек болады. Мына екеуісін белгілейсіз. Міне бүктеліп жатты ғой. Осы жер бізде аптачкамыздың дәл ортасы. Міне. И мына бір немізді де, алдыңғы бойымыздың да, артқы бойымыздың да ортасын дәл солай табамыз. Иық тігіске келтіреміз. Мынау бізде дәл ортасы. Инемен белгілеп аламыз. Белгілегеннен кейін осы екі иненің қосылған жерін бекітіп аламыз. Енді мына жақта көрдіңіз ғой, артық болған жерлер бар. Осыны бүйтіп тартасыз, бір-бірінен сәйкестегенше, және равномерно болатындай етіп инелеп шығамыз. Инелемеймін десеңіз, тігіп шықсаңыз болады. Просто қолмен көктеп.
но маған удобно осылай инелеп алған. Артқы бойымызды мына оң жақ шетіндегі дәл солай бүйтіп тартасыз. Мынаның орны дәл келу керек, чтобы біздің жаңағы артық болған жеріміз ровно түсу үшін. Тарттым. И тігісті жүргізген кезде де біз равномерно тартып отыру арқылы өзіміздің мойын ойындымызды отырғызамыз. И мына артқы бойымызда то же самое. Мынаның ортасын табасыз. Иық тігіспен иық тігісті келтіресіз. Аптачканың ортасын табамыз. Одан кейін артқы бойдың ортасын табасыз да тура солай тартып отырып инелеп шығасыз. Міне, қараңыз, мойын ойындысын полностью бүйтіп инелеп шықтым. Енді осыған тігісті жүргізетін боламыз. Тігісіміз біздің мына аптачка жағынан жүргізілетін болады да. Егер бұлай қиын дейтін болсаңыз, просто қолмен алып көктеп шығыңыз, сол көктелген күйімен айналдыра саласыз, иншаллах, инелерді алып тастап. Егер жоқ дейтін болсаңыз, сонда сразу оверлокпен ұрып шықсаңыз да болады. Қазір тігіс жүргізетін боламыз, именно мына жақ шетінен жүретін болады. Мына жерде тігістерді қадағалау керек. Мына тігісіміз бізде артқа қарап тұрады, то есть в сторону спинки. Біз мына жерде тігісіміздің соңына жақындадық. Қазір сіздерге осы оверлоктың тігісін әдемілеп қалай аяқтауға болатынын көрсететін боламын. Қараңыз. Соңына жақындадық. Енді осы жерден мен 2-3 сантиметр көбірек жүретін боламын. Өтемін осыдан. Өттім. Енді инеміз жоғары шығып тұрады. Лапканы көтеремін және толығымен осы неден шығамын. Міне. Дәл осылай бізде мына жақ шеттерінде ешқандай воздушный петляларсыз осындай әдемі етіп шығаруға болады. Қараңыз, біздің мына жердегі тігісіміз дәлме-дәл түскен. Енді осы тігілген мойын ойындымызды біздің кабанчигімізға немесе дайындаған домалақ бір бәлеміздің үстіне қоямыз да. Смотрите, менікі даже полностью өзі жата салды. Біздің мына бір припусктарымыз төмен қарап тұратын болады. Утюжка обязательно, то есть үтікпен міндетті түрде жүресіз. Даже өстіп өзі жата салса да, бәрібірде үтіктеп тігістердің барлығын орын-орнына жатқызамыз. Қараңыз, по-моему,
идеально. Қараңыз, біздің мойын ойындымыз дәл осындай болып шығады. По-моему, идеально. Қазір тағы бір үтіктеп, тігістердің барлығын пропечатывать етеміз. Мен бұл жерде үтікті басып атқан жоқпын, смотрите. Жай ғана пармен жүргізіп жатырмын, чтобы біздің тігістеріміз орнына жатуы үшін, және дәл осылай жаңағы үтіктелген жерлерді, тігістерді суыту үшін осылай жүргізіп өтсеңіз болады. Все. Ең қиын моментті өтіп кеттік те. Міне, дайын күйінде осылай тұратын болады. Енді біз өзіміздің иығымызды орналастырамыз. Иық, яғни жеңімізді орнату үшін біз бағана, помните, мына жақта укрепление бердік. Осы укрепление берген жерді бетіне қаратамыз, және осы жерлерден бастап инелейтін боламыз. Міне, бір жақ шетін және екінші жақ шетін осылай. Енді осыны барлығын толығымен инелеп шығамыз да тігісімізді жүргіземіз. Екі жақ иығымызда мына дәл сондай болады. Мына жерде біздің иық тігісіміз неде болады? Артқы жаққа қарап тұрады. Осы жерді қадағалаңыз, жарайды ма? Ол технология бойынша артта жату керек. Міне, біреуіне не деп алдым? Бұл бізде ровно түседі. Міне, енді екінші жақ шеті. Енді осы жерден оверлокпен тігістеріміз жүргіземіз. Екі жеңді тіктік, дәл осындай болады. Міне, біздің жан тігісіміз әлі ашық. Енді бізге мына тігістің барлығын жеңге қарай үтіктеу керек болады. Мына жақта бізде арқаға қарап тұрды ғой. Енді мына тігісіміз міндетті түрде жеңге қарайтын болады. Мен үтіктеп алдым. Мінекей дәл осылай болады. Тігістеріміз жеңімізге қарап тұр. Беткі қабатынан дәл осындай әдемі теп-тегіс тігістер шығу керек. Так, енді почти аяқтап қалдық. Қараңыз. Енді бізге жан тігісін қосу керек болады. Жан тігісінде ең басты нәрсе бұл бізде мынау қолтық тігісіміз бар ғой, мынау және мынау. Осы екеуі бір-бірімен ровненько түйісу керек. Бірінші осы қолтығымызды енелеп аламыз. Енемен бекіттік. Ары қарай уже жан тігістерін бір-біріне жалғай беруге болады. Белгілеп алдым. Екінші жан тігісін тура өстіп енелеп аласыз, және тігісіңізді жүргізесіз. Бұл тігістің үтіктелуі артқы бойға қарайтын болады. Ұмытпаңыз, артқы бойға қаратасыз. Біздің жан тігісті иншаллах артқы жаққа қарай үтіктеу керек болады. Енді бізге осы жеңімізге манжет орналастыру керек. Манжетамызды бірінші мына бір ұзын жағынан тігіс жүргіземіз. Екеуіне де, екеуісіне де мен осындай труба қылдырып бекітеміз де, бетіне қаратып, мына жақ шеттерінен тігіс жүргізіп аламыз. Міне біздің манжеталарымыз бір тігіс жүргізіп шықтық. Енді осыны мына бір немізді, припускымызды екі жақ шетке бүйтіп майыстырып отырып, екеуін бір-біріне қосамыз да дәл осылай қайырып шығу керек болады. Көрдіңіз бе? Сол кезде біздің припусктарымыз екеуісі екі жаққа қарап тұратын болады. Қолға киген кезде осындай
әдемі, жақсы прилегать етіп тұрады. Мына жақта утолщение болмайды. Көрдіңіз бе? Красота. Мінекей манжеттеріміз. Екеуінде қосып, екіге бүктеп, үтіктеп алдым. Қараңыз, өте әдемі болып шығады. Енді осыны жеңдерімізге орналастыру керек болады. Бұл жеңді орнату, манжетін орнату, тура сол мойын ойыншысын орнатумен бірдей. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Қазір тағы бір көрсетіп жіберем. Теріс жағынан жасаймыз. Міне жеңіміз, міне тігісіміз. Енді манжетамызды аламыз, осының ішіне орналастырамыз. Тігісті тігіске келтіреміз және осы жерді иінелейміз. Ортасын табамыз. Бастаусын. Бас деймін. Міне қараңыз. Дәл осылай болып шығады. Енді осыны созып отырып, манжетіміз бізде іш жағында, созып отырып, тігісімізді жүргізіп шығамыз. Екінші жағы дәл солай. Теріс айналдырып аламыз. Манжетімізді ішіне орналастырамыз. Бірдей етіп распределять етеміз және тігісімізді жүргізіп шығатын боламыз. Главный тігістер сәйкес келу керек. Қалған жеңіл. Жеңіміздің манжетасын орналастырдық. Енді осы жерден бізге мына оверлоктың тігісін тығу қажет болады. Ол үшін мынандай обычный крючок бар. Сондай крючокты пайдаланамын. Сіз болсаңыз не істесеңіз болады? Қарапайым ине болады, үлкен тепенің инелер. Сондай инеден соның көмегімен просто тартып шығара салсаңыз болады, өткізіп. Сәл өткізгеннен кейін қалған жалбырап тұрған жерді қиып алып тастайсыз. Сол кезде астарыңыз таза болып шығады. Мынандай. Бұны үтіктейтін боламыз. Мынау неміз, тігісіміз жеңге қарай орналасады. Бұлай қоямыз, әдемілеп үтіктеп шығамыз. Екінші жақ шеті дәл солай. Енді бізде бұл полностью дайын болды. Енді етегі ғана қалады, астыңғы жақ бөлігі. Егер де сізге өзіңіздің қалаған ұзындығыңыз ұнап тұрса, осы жерден 1 сантиметр немесе 2 сантиметрді мына жақтың астын оверлоктап шығып, қайырып, просто тігіс жүргізе салуыңызға болады. Менде клиент мына ұзындық кішкентай сияқты, тағы да қосымша манжет қосып беріңізші деп өтінді. Сол себепті біз сіздермен бұның астарына манжет жасайтын боламыз. Сіз иншаллах бұны да біліп жүретін боласыз, қалай істеуге болатын және қалай есептеп өлшем жасайтынымызды. Смотрите, мына бұйымымызды біз екеуісін бір-біріне қараттық, бүктедік, то есть ортасынан бүктейміз де дәл осылай қоямыз. Біз қазір өлшемін шығарамыз, қанша сантиметрлік манжет алып шығу керектігін. Міне. Енді осыны өлшейтін боламыз. Мына жер бізде бүктелген. Осы бүктелген жер ойына бас жағынан бастаймыз да, бүктелген жерге дейін бізде қанша сантиметр бар? 37 сантиметр, Мына жерде 37 сантиметр. Жазып алайық.
37 сантиметр. Қараңыз, бізде осындай бүктелген бұйымнан мынандай 4 бұрыштан, мына жері 37, мына жер сгиб, мына ұзындық 15 сантиметр болады. Сонда бүктелген күйінде бізде 7,5 сантиметр, жарты сантиметр бізде тігіске кетеді, сонда дайын күйінде 7 болады. 15, 37 осыдан 2 деталь қажет болады. Екеуісінің ортасынан қосатын боламыз, плюс жарты сантиметр тігіске. Міне менің манжеталарым, 2 бөлек деталь. Енді осыны бетіне қаратамыз да, 2 жақ шетінен 2 тігіс жүргіземіз. 2 детальді бір-біріне қостым. Енді қараңыз, жеңмен горловинаны істеген сияқты 2 нені припусты 2 жаққа қайырамыз, бір-біріне бүктейміз, осылай үтіктеп шығамыз. Так, мінекей біздің манжетамыз астыңғы жақ шетінде үтіктедік. 2 припусты 2 жақ шетке қараттық, чтобы утолщение болмау үшін. Енді біз осы манжетамызды орналастыратын боламыз. Сол үшін сіз уже білесіз бұны, беске білесіз. Дәл осылай аламыз да, 2 тігісті келтіріп аламыз да, инелеп шығамыз. Тура осылай бүкіл немен, контурмен инелеп аламыз. Потом уже оверлокпен 1 сантиметрлік тігісімізді орналастырамыз, және біздің мына манжетіміздің тігісі жоғары қарайтын болады. Мен инелеп алдым. Мінекей инелеп алдым. Енді мына жерден 1 сантиметрлік тігісімізді жүргізетін боламыз, және тігістерімізді жоғары қарай үтіктейміз.